Ассалаумағалейкум, бізбен бірге еркін күрестен әлем чемпионы Ризабек Айтмұхан енді кеше ғана ел кубогының жеңімпазы атанды. Бүгін енді әуесқой спортты қоя тұрып, кәсіпқой спорт шоу туралы сөйлескіміз келеді. Жақында ғана рафта келесі қарсыласым белгілі болды. Хайден Зилмер деген жігіт негізі аса ауыр салмақта күрескен екен. Ең алдымен дәл осы белдесу жайлы айтып кетсең, содан кейін барып титулды белдесу жайлы да сөйлесеміз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Кеше ел кубогын ұттық, Аллаға шүкір. раф лигасымен контрактқа отырдым 5 белдесуге. Біріншісіне ұтылып қалдым. Жекпе-жекте, титулдық жекпе-жекте Кайл Снайдерға. Келесі қарсыласым Хайден Зилмер. 125 келеде күрескен. 2024 жылы Кайл Снайдермен Олимпиаданың отборында финалда ұтылған. Бірақ өте мықты палуан. Қазір 97-де өнер көрсетеді. Келесі айдың 13-і Сент-Луис, США-да. Бірақ енді раф дегенмен рафты қай кезде күресеміз біз? Біздің основной жарыстарға, Азия ойындарына, әлем чемпионаттарына, Азия чемпионаттарында бос уақытында. Яғни кедергі болмау үшін, кедергі болмау үшін енді біздің ең алғашқы приоритет ол әрине біздің елдің туын көтеретін жарыстарда ол. Мысалы Азия чемпионаты бар, әлем чемпионаты. Одан кейін раф бірақ медийный жағынан өте жақсы. Өзіңді көрсету ертең 2 жылдан кейін бізде Олимпиада ала бұйыртса Америкада өтеді. Сол рафпен не үшін келістік? Өйткені біріншіден енді ол ақша жағы, екіншіден ол Америкаға үйрену. Үшіншіден сол медийный жағынан да. Өйткені ертең Америкада болғаннан кейін өзінде еркін сезіну керек та. Бірақ өздеріңіз білесіздер, Америкаға барған сайын акклиматизация деген нәрсе бар. Мысалы, именно біздің қазақтарға үйрену өте қиын Америкада. Сағаттың арасы бар деген сияқты. Сол үшін ерте барып, бәрін көріп, өзіңді еркін сезу үшін сол ертерек қимыл жасап жатқанымыз ғой. Енді осы жол өзіңді қалай сезіндің? Алғашқы белдесуге барған кезде акклиматизация кәдімгі бір проблема болған сияқты. Енді ақталмаймыз, бірақ акклиматизация өзіңдікін береді екен. Қаншалықты дұрыс жасамасан да өзіңдікін береді екен. Енді шыны керек, алдында өзімнің отбасымда қайғылы жағдай болды. Өзімнің өмірімнен сүйікті атам кетті. Енді осы фонда кішкене дайындықта екінші жаққа қалды. Содан кейін енді рафпен осы қайғылы жағдай жақын болып қалды да. Ол бірақ өзімді ақтау емес, бірақ соның бәрі әсер етті деп ойлаймын мен. Дайындыққа, екіншіден акклиматизация, үшіншіден анаған енді үйрену керек. Келесі ұту өте қиын. Сол үшін үйреніп, келесі рафтарда енді толығымен дайын боламыз деп ойлаймын. Енді коммерциялық турнирлерді рафтан бөлекте бірнешеуіне қатыстың осы соңғы уақытта сол турнирлерге көп көңіл бөлген сияқтысың. Өзің қазір еркін күресте, жалпы күресте жүрген жігіттердің арасында ең бірінші болып бір өзіңнің медиа образыңды, медиа капиталыңды дейміз бе әлде қалыптастыру жағын ең бірінші түсінген адамдардың бірі сияқтысың. Осы жағынан өзіңнің бір әріптес жігіттеріңе бір өз көзқарасы ойыңды айтсаң, әлде кеңесіңді ме? Сол біздің күреске сол жетпейтін сияқты кішкене. Енді мен өзім жақсы көрем ондай жарыстарда өзіңді көрсету. Негізі ол жарыстарда өте қиын, өйткені сен бір белдесу өткізесің. Ол белдесу әлем чемпионатының финалдық белдесу сияқты да. Мысалы, қарапайым жарыстарда 4-5 рет белдесесіз күніге. Ал осындай раф, ПВЛ бар, сондай жарыстарда енді бір қарсылас шығып өзіңді қалдыру. Бірақ сіз айтып атқандай медиа жағын дамыту керек қазақ жігіттеріне. Шынымен де ертең әлем Қазақстанды тану үшін осындай еркін күрес шеберлері бар деген өзімізді көрсету үшін ол енді қарапайым болған жақсы, бірақ өзіңді медиа жағынан осындай лигаларға контракт қойып өзіңді көрсету үшін біріншіден өздерінің жағдайларын жасайды болар, екіншіден адамдар біледі да осындай спортсмендер бар екен Қазақстанда. Бірақ ең алдымен жігіттерге айтатын ол ұмытпаңдар, өзіміздің еліміздің бірінші орында тұрған жарыстар, соған қатысып, артынан сондай жарыстарға қатысуға болады. Бәрімен келісім шарт қойып, тренерлермен, министерствомен деген сияқты бәрін дұрыстап қойып, осындай бір шешімге келу керек. Сол қазақ жігіттері шынымен де рафта жетпейді.
енді былай айтқанда мысалы екінші адам Асу Амабаев ағамыз мысалы UFC кіріп жатыр, файтер иә қосылды, одан бөлек тағы қазақтың жігіттері қосылады деген үміттеміз. Енді сосын мен мынадай ақпарат естіп қалдым, Чимаев, Царукяндардың бапкерімен қазір бірге Америкада жұмыс жасайды екенсіздер, иә? Бізде енді солай айтып жатқан, бірақ олай емес. Тренинг клаб деген залға шынымен барғымыз келеді. Оған кішкене уақыт келмей қалды, реті келмей қалды. Бірақ біз осы Америкада өте жақсы бір андай тренировочный лагерь дейді ғой, орысша айтқанда, сондай өтіп келдік. Өзіме қатты ұнады Америкада. Мен сол Америкада өзімді еркін сезіп, өте жақсы қосып келе жатырмын да. Физикалық тұрғыдан мысалы біз көп нәрсе білмеген, сол Америкадан енді бір түсінігім болды, не үшін америкалық спортшылар қиын белдесулерде не үшін бізден кішкене болсын ұтып жатқандарын сол үшін сездім. Сондай программамен жұмыс жасадым, сол кубок еліне дайындалып, Аллаға шүкір енді соның жемісін көрдік кеше. Сол Америка өзіме жақты. Сол жағын ашып берсең, өйткені сенің техникалық жағы бір бөлек, иә? Жалпы күрескен кезде бір менталды бір саты жоғары тұрған сияқты болып көрінесің жігіттерден. Америкада енді ол жігіттер ұтылудан қорықпайды. Бір түсінгенім ұтылудан қорықпайды. Бұлар қарамайды алдына кім болсын, олимпийский чемпионсың ба, қарамайды. Бұлар шығып өзін не білет, соны жасайды бұлар. Андай ментальный жағынан бұлар адамнан қорқу деген жоқ. Мысалы кейбір жігіттерді байқаймын, өзінді көрсете алмайды да дұрыс. Өйткені өзінді стап қалады психологиялық тұрғыдан. Оның бәрін жіберіп, өзінді еркін сезу керек. Андай күрестен ләззат алу керек дейді ғой. Сондай бір настроймен шығып, бірақ қателіксіз күресіп, осындай атмосферадан, жанкүйерлерден сондай бір кайф, атмосфера, ләззат алып, солай күресу керек деп ойлаймын. Енді өзің бір Снайдерге қарсы белдесуді қорытындылап кетсең, жалпы бұл белдесу өзің үшін қалай өтті және ең алдымен бұл сабақ қой бір жағынан тәжірибе, не алып шықтың сол белдесуден? Енді өзімнің қателіктерін көрдім. Енді 6-0 есеппен ұтып келе жаттым, кішкене функционалдық жағынан жетпей қалды. Бір қателіктер жасадым, соған жұмыс жасаймын енді. Абылай енді мен әлемдік біріншілігінде осындай мықты олимпийский чемпион жұлдыздармен күресуге дайынмын әрқашанда. Сол өзіме вывод осындай жасадым, мен олардан кем емеспін, мен олардан мықтымын деген. Тек қана жұмыс жасау керек, арттарынан қалмай, олар барған жеріне барып күресіп, олармен тәжірибе жасап, олимпиадада бар күш-жігерді салу керек. Олды, Ризабек, рахмет көп-көп, алдағы белдесулеріңде сәттілік.